Сәлем достар, мен бүгін Қазақстан туралы фактілер айтып беремін. Алдымен қазақша, келесіден орысша. Қазақстан біздің туған жеріміз, отанымыз, туған өлкеміз. Қазақстан бұл біздің отанымыз, жүрегімізде сақталған еліміз. Еліміз әлемдегі 9-шы орын бойынша алады. Жер көлемі бойынша. Өйткені біздің жеріміз деген өте үлкен. Қазақстанның ішіне көп елдер сыяды. Мысалы, Жапония, Германия, Италия, Ұлыбритания. Қазақстан астанасы Нұр-Сұлтан қаласы. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазақстанның қазіргі президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Елбасы бұл біздің Қазақстанның тұңғыш президенті. Сонымен қатар Қазақстан Ресеймен дос. Не дейсіңдер ме Ресей деген? Ресей ол бізбен шекараласатын үлкен ел. Біздің ел өте бай. Ол мұнай, газ, көмір, алтын, тағы да басқа пайдалы қазбаларға бай. Тағы да біздің еліміз Орталық Азияда орналасқан. Және де Евразия материгінде құрылғына айтуға орналасқан. Қазақстан 14 облыс және 3 маңызды қалаға бөлінеді. Облыстар: Ақмола облысы, Ақтөбе облысы, Алматы облысы, Қызылорда облысы, Түркістан облысы, Жамбыл облысы, Қарағанды облысы, Қостанай облысы, Солтүстік Қазақстан облысы, Павлодар облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Маңғыстау облысы, Атырау облысы және де соңғы Батыс Қазақстан облысы. Және 3 маңызды қала. Бұл біздің елордамыз Нұр-Сұлтан қаласы. Екіншісі, ең ірі қаламыз Алматы. Үшінші, біздің оңтүстікте орналасқан қала Шымкент. Осымен қатар Қазақстан көп елдермен шекараласады. Ол 5 мемлекетті айтып берейін. Өзбекстан, Ресей, Қытай Халық Республикасы, Қырғызстан және де Түркменстан. Қазақстан политикасы жақсы. Қазақстан көп елдермен бірге дос. Мысалы, Ресей, Беларусь, Қытай Халық Республикасы, Америка Құрама Штаттары, Европа жақтағы елдер. Менің айтып берген осы, енді орысша кезек берейік. Привет, друзья! Я вам расскажу факты о Казахстане. Казахстан — это наша родина, в которой мы живем. Мы здесь родились и живем до сих пор. Столица Казахстана — это Нур-Султан. Правительство Нурсултан Назарбаев. Наш президент в Казахстане — это Касым-Жомарт Токаев. Наш край Казахстан очень красивый и большой. Казахстан занимает 9 место по количеству территорий в мире. Казахстан делится на 14 областей и 3 крупных города. Области: Акмолинская область, Актюбинская область, Казахстанская область, Атырауская область, Маңғыстауская область, Кызылординская область, Туркестанская область, Жамбылская область, Алматинская область, Карагандинская область, Костанайская область, Северо-Казахстанская область, Павлодарская область и Восточно-Казахстанская область. Наш Казахстан готов на все. В нашем Казахстане много ресурсов. Например, нефть, уголь, газ. Мы богаты. Наша природа Казахстана очень красивая и чистая. Казахстан граничит 5 государствами. Это Российская Федерация, Узбекистан, Киргизстан, Китайская Народная Республика,
Туркменистан. Политика Казахстана хорошо. Экономика хорошо. Казахстан дружит с многими государствами. Например, Российской Федерации, Китайской Народной Республики, с вами братьями. Например, Соединенными Штатами. Ну, Соединенные Штаты это не братья Казахстана. Братья, например, Казахстан, Турция, Узбекистан, Киргизстан и еще далее. Еще дружит с европейскими государствами, например, Германия, Италия, ну, далее. Так. На территории Казахстана есть много государств, например, в том числе европейские государства: Германия, Польша, Украина, Великобритания, Франция, Испания, Италия и так далее. И даже наша страна красивая и большая. Вот я рассказал факты о нашей родине Казахстане. Всем пока!